Селям алейкум, урметлі серджілер, bu UA TV студияда Украина хаберлері бүгін июнның бірі жұма күні. Украина телекөсізлік қызметі майысының 30-ында Борис Германны яқалады. Террор әйлемі назарлағанында ве Донбасста арби әрекетлерінің сабық иштиракчысы Алексей Цымбалюкны желп етмек интылуында шеклене. Бұны қанун құройжыларға Цымбалюкның озу анлатты. Тақиқатның малюматына көре Русия журналисті Аркадий Бабченканың өлдіруыны Русия мақсус қызметлері сымарлады. Өлімнің сынылаштыруы бойынша мақсус әмелиятның нәтижесінде қанун құройжылар жинайетінің азарланмасыны бесе қалаштырып болды. Украина режиссері Олег Сенцовға қол тұту флешмобы Европа парламентінде Страсбургта кечірілген сессия вақтында кечті. Акция Сенцовны құртармақ компаниясының черчевесінде кечірілді. Она Европа депутатлары, Европа шурасы янында Украина үкіметінің темселжелері, Европа ишханелерінде чалышқан украинлер қошылды. Тешкелетчілерінің сөзлеріне көре, акция мақсады Сенцовның сағлық алына диққат желп етмек. Сейв Олег Сенцов акциясы бүгін ве яран дүния бойынша қарарнен 70 шерде кечірілежек. Шу жүмледен Алмания, Франкистан, Италия, Литвания, Чехия, Свечия, Полония, Бүйік-Британия ве бірлешкен араб емерліклерінде тәшкелетчілерінің сөзлеріне көре флешмобның мақсады Кремль саясетіне наразылықны білдірмек ве дүния етікчелеріні Украина режиссерінің аятыны құртармақ үшін қарарларының алынмасына чағармақ. Украин саяси мобюслерінің азат етірілмесі Русия тәжавузы ве Донбасста барыштырыжы әмелият. Бұ мевзуларны Украина президенті Петро Порошенко Алмания тышқы ишлер назиры иле музыкере етті. Гайка Маас Украинаға илк сефер келді. Деп білдіре Девлет башының матбуат қызметі. Петро Порошенко қайды еткені кебі Москва Украинада вазиетні бозмаға девам еті. Бұны мұхалиф ру журналисті Аркадий Бабченкаға суйқаст етув интылуыт таздықлай. Бұның әле Украина президентінің сөзлеріне бинаен MH17 қазасы бойынша халқара тақиқат группасының азат эсабаты санкцияларын құветлештірілмесіне талап еті. Алмания тышқы ишлер назиры Русия тәжавузы нәтижесінде шекленген вазиет еле таныш алмақ үшін Донбасқа барып кележек ола. Украинада Украин тілінің 10 елігі башланды. Мұнасип ферманы Петро Порошенко Ивано-Франкивск велиеті мектеплерінің бірінде имзалады. Президент қайды еткені кебі Украин тілі құрумақ керек. Тіл милетні бірлештірежек, инкишафны темин етежек эса шейдер. Украин тілінің девлет статусыны әрангиса да пекетмек керек. Бұ мили медениетінің инкишафына ве дүнияға бүтінлешівіне имкан яратажақ, деп қайдетті президент Петро Порошенко. Зинедин Зидан Реал Мадрид футбол клубының баш идманжысы вазифесінден бошанды. Өз қарары ақында әжеле чағырылған матбуат конференциясында білдірді. Оның сөзлеріне көре кележек ғалебелер үшін тақымға денішівлер керек. Шының үшін клубны терк етмек қарарына келді. Зидан Реалның баш идманжысы вазифесіні 2016 сенесінден еда еті еді. 2,5 мевсімнің девамында оның реберлігінде футбол клубы 9 ғаниметні қазанмаға еді. Бұның еле 3 кере чемпионлар лигасында ғалебе қазанды. Зидан команданың тарихында ән муафақиетлі идманжыларындан бірі олды. Украинада Рамадан мусульманлар үшін мұқадес Рамадан айы бұ сене майысының 16-сы ақшамындан июнің 14 ақшамына қадар девам етежек. Дүния бойынша ислам дініні күткен 1,5 миллиард адам бұ вақыт ішінде адет ве қанунларға риает еті. Дуа еті ве ораза тута. В нашем центре, куда приходит моя семья, можно сказать, это как второй дом. Меркезіміз айлымыз үшін екінші ве кебідір десек олур. Әрбір мұсылман Рамадан вақтында мұнда озыну тапа біле, әм маневи, әм мади тарафларыны. Әркескен бірлікте Құранны огренмеге мүмкін. Әм баллар, әм қадынлар үшін программалар бар.
Бу чох ел дывамында шекелленеп келген мыйыттыр. Балларны жимаат ишине алыштылар. Ифтарга берилген хурма весовны баллар азырлай. Украина это очень... Украина пек мираклы мемлекеттер, чунки мында дин медениет чешетлегіне пек толерант давраналар. Тарихи бір тарафы бар белки. Топрағымызда сәммиетні сақлай білеміз. Украина топрағы чешет медениет ве милитлердің зеречеклері için берекетлідір. Сегодня готовим фасолье. Это сирийский национальное блюдо. Бугун фасолье пішіреміз. Нилли емектір. Туневин милли өзбек пилявны пешірдік. Монда 1400 адамны ашатамыз. 200 құтычық баллар үшін. Конечно, пост месяц Рамадан – это особый вид поклонения, особенно для крымских татар, потому что... Әлбетте ки, Рамадан оразасы ибадетнің хусуси чешетідір. Эсасен Қырым татарлар үшін. Чүнки атеизм заманлары диннің ясақ етілгені вақтында оразабызны ислам иле бағлаған екене епчік еді. Шун үшін бабаларымыз, деде қарталарымыздың сақлаған эсас шейі ораза еді. Шун үшін Рамадан айыны балалағымдан хатырлайым. Эркес беклейді. Эркес ораза тутмаға тырышайды. В священный месяц Рамадан мы видим красоту украинской мозаики. Мухаддес Рамадан айы Украин мозаикасы, Украин мусульманлары, Украин исламның дүлберлігіні көреміз. Еркун ислам медени мерkezінің жемесінде ислам дінні күткен чешет миллет векиллері топлана. Мұнда украинлер, Қырым татарлар, түрклерні, Орта Асия ве Кавказдан келгенлерні көре білеміз. Юдже Рабимезге дуа ве идабет етмек үшін мұнда фарқлы адамлар топлана. Ергеже дуаларымызны Украина, Украин халқы, Украин мусульманлары үшін дуа етеміз. Сырбистан айванат бақчасында сейрек бейаз бизон дүнеға келді. Күчік ырғачыға дети славянада берілді. Дошанка сағламдар 40 кило келеве озы юруп ола. Шимали Американың ерлері бейаз бизонларны құтси айван деп сая. Бу айванларның доғуы бақтве оғур кетережегіне инаналар. Айванчықны көрмек үшін Белград айванат бақчасына онлар жезеретші келді. Құрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонки хабарымызы дады чо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV ile олыңыз, сағлықпен қалыңыз, көрішкенде.